Ерекеден тағы да пайдалы ақпарат болсын, жаңа ипотека деген шықты БЦК-дан. Сол БЦК-дан үйлі алған жағдайда қалай болады? Отбасы банкпен салыстырып көрейік. Енді қараңыздар. Мысалға алайық, 30 миллионның үйін алғысы келетін клиент, қолында 15 миллионы бар азаматтар алайық. Алғашқыда 50% 15 миллион бар азаматтар. Енді рәсімдеуге келген кезде жаңа ипотеканың бір артықшылығы, бірден барасыздар, 15 миллион саласыздар, күтпейсіздер, бірден оформ беріп кете бересіздер. Косвенный доход дейді ғой, ресми табыс болмаса да қосымша табыстармен рәсімдеп жіберуге болады. Ал отбасы банкта ол жағынан келгенде шамалы қиындау болып тұр. Өйткені неге? Оны 6 айға депозитіңіз болмаған болса, 6 айға салып қойып, 6 айдан кейін банк оны рәсімдеп. Несие мерзімі 15 жылға береді. Жаңа ипотекада 8 жылға береді отбасы банкта. Бірақ достар, қараңыздар, 15 жылға рәсімделгенімен, бірақ шын мәнінде 10 жыл 2 айдан кейін принципе кредитіңіз жабылып қалады, егер уақытылы төлеп тұрсаңыз. Енді процент ставкасына қарайтын болсақ, онда 5%, ал үйледі 7,5-мен аласыз. Енді ай сайынғы төлемге керек. Ай сайынғы төлем бірден рәсімдейтін болсаңыз, ол 331.600 теңгеден болады. Ол енді 15 жыл бойы төлейсіз, бірақ енді 10 жылдан кейін жабылып қалады. Отбасы банкта 221.700-ден примерно 8 жыл төленеді, 1,5 жыл осындай бағамен, одан сәл төмендейді. 1,5 жылдан кейін 4-8-ге ауысып кетеді. Бірақ енді незначительно азаяды. Енді переплата жапы артық төлемге келетін болса, 15 миллионның үстіне 25 миллион 400 қылып қайтарады екенсіз жаңа ипотекада. Ал отбасы банкта енді 15 миллионыңыз болып 30 миллион алған жағдайда 15 миллион алды деп есептесеңіз, үстіне 6 миллион 300 ғана қайтарады екенсіз. Міне осының екеуін салыстыра отырып өзіңізге қайсы тиімді, оны өзіңіз шешесіз, құрметті клиент. Ал енді сізге одан да тиімді бағдарламалардың қайсысы сізге нақты келетін толыққанды есептеу үшін біздің Астана қаласындағы өз шаңырағым компаниясының офисіне келіңіз. Балқантау 92 64 офис. Біздің менеджерлер сізге тегін кеңес беруге дайын.